Фараби командасы ұсынады. Жастар өте сауатты, өте жан-жақты деп айтуға болады. Бірақ барлық ізгіліктің астында тұғыр болу керек. Ол тұғыр тәрбие, рухани таным. Балталанған, кесілген, күйілген, өртенген тамырларға қайта жалғануды біз өз алдымызға мақсат міндет етіп қоюымыз керек. Оның ішінде журналистер де. Сонда ғана ұлы дала ұлағаты деп ауыз толтырып айта аламыз. Қарға тамырлы қазақтың мұңал ошағы ұлы дала. Бүгінгі мәңгілік ел Қазақстан. Алтайдан Каспийге дейін самарқау сайрап жатқан кең байтақ ендік. Түп тамыры түркімен жалғасқан, көшпенділер өркениеті қайнарындағы ұлы дала ұлағаты сан тарапқа бөлінген қастерлі ұғым. Ұрпақтар жалғастығы тарихи тамырын үзбей келеді. Ұлы даланың ұлағатындай, тектіліктің танымындай көк тағысы, қыран бүркіт қазіргі егемендік пен елдіктің нышанына айналды. Биік мәдениет, ұлттық дәстүр, зайырлы мемлекет. Бұл ұғымдар тәуелсіздік төріне орныққан сайын туған халқымыздың тарихы да тереңдей түседі. Мыңдаған жылдар бойы Қазақстан түрлі өркениеттердің даму жолы тоғысқан мекен болды. Мұнда халықтардың ұлы көштерінің ізі жатыр. Тасқа қашалған тарихы қанық даланың кербез исімен тыныстаған тағы бір ұлағаты Таңбалы тас. Қасиет құты айрықша мекен Алматыдан 120 километр қашықтықта орналасқан. Тас кітаптарда алғаш қазақ хандығының шаңырағын көтерген ру тайпаларының белгілері мен ұран сөздері таңбаланған. Бастауын тас бітіктен алатын қазақ журналистикасының алғашқы әліппесі. Байқасақ бұл ғана емес, ұлы даладағы біздің жүрекке орныққан ең басты ұлағат түркілік тас бітіктен кейіні Алаш баспасөзіне ойысыпты. Менің қолымдағылар сирек қорда сыр бүккен Алаш баспасөзінің алғашқы қарлығаштары. Әр парағына үңілген сайын алашшылардың рухымен сырласып, ұлттық танымыңды байыта түсесің. Бұл газет журналдардың сырын ашуда журналистика факультетінің ғалымдары мен студенттері ұлттық мүдде бағдарынан бір сәтке айныған емес. Мен архив қорларын 2 жыл бойы қаздым. Сол қорда жатқан Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін ең бірінші әкелуге тырыстым. Қазақ журналистикасының тарихына байланысты студенттердің өздерінің танымы кеңейді. Қазудағы e-library мен Smart University жобалары ғылыми еңбектерді әлем тілдерінде сөйлетуде. 2016-17 жылдар аралығында университет студенттері 345 жобаны іске асырды. Оның 247-сі бағдарламалық, 7-і химиялық, 2-і жасанды интеллект, 89-ы биотехнологиялық бағыттар бойынша жүзеге асты. Университет аймағынан орын тепкен жылыжайларда табиғаттың тағы бір ұлағаты қызғалдақтар өсіріледі. Жел генераторлар мен күн батареясынан қуат алатын жылыжай аумағы 10 гектарды құрайды. Қызғалдақтар агробиологиялық жолмен өсіріліп, мереке қарсаңында университет ұжымына табыс етіледі. Қазуда тұңғыш елбасы мақаласына арқау болған ұлы даланың 7-ші қырын насихаттайтын Алатау алма бағы ашылды. Мұнда әлемдегі барлық алма сорттарының атасы Сиверс алма ағашы отырғызылды. Сондай-ақ шағын архитектуралық нысандар, студенттерге демалуға және жұмыс істеуге арналған орындар бар. Байырғы баба, түркіден жеткен мәңгілік ел ұғымы тарих көшінде ұлы дала ұлағатымен ырғалып, мына біздің жүрегімізге аманат боп ұялады. Фараби командасы Кереку өңіріне Алатаудай айбат пен ақ барыстай тектіліктің, қырандай қайсарлықтың үлгісін көрсетуге келіп отыр.